Сәлем достар, менің қымбатты көрермендерім. Видео түсірмегелі білем, ұзақ уақыт өтті. Бүгінгі менің видеомда сіздерге бүкіл сұрақтарыңызға, бүкіл менің өмірімдегі болып жатқан қызықты жаңалықтармен бөліскім келіп отыр. Менің өмірімде қазір, шын айтсам, соңғы видеодан 180 градусқа ауысып кетті, өзгеріп кетті. Әрине жақсы жағына. Ең алдымен мен қазір Астана қаласынан Алматы қаласына көштім. Осы қала мені құшақ жайып қарсы алды. Өзіме өте қатты ұнайды. Күнде сабаққа бара жатырғанда тауларды көргенде, ой, айтып жеткізу мүмкін емес. Қандай керемет табиғат, қандай керемет ауа райы. Барлығы ұнайды өзіме. Екіншіден, мен Астана медицина университетінде енді оқымаймын. Мен Алматы қаласындағы медицина университетіне түскен болатынмын. Түстім дегенде ауыстым, перевод жасадым. Егер де қызық болса, қандай перевод жасаған, қалай екен, не істеу керек, бола ма, қандай сұрақтарыңыз бар, бүкілін төменде жаза беріңіздер. Егер де сіздерге қызық болса, соған да жауап беремін. Толығырақ видеомда келесі. Және де менің үшінші жаңалығым бұл мен күйеуге шықтым деймін. Мен енді келін атандым. Келін деген бір статус салдым. Осы бір үш үлкен жаңалық менің өмірімде. Егер де кейбір видеоларды, кейбір моменттерді мен инстаграмға салған болатын, бірақ ешкімге онша түк те айтпай, тек қана жақындарым ғана біледі. Сондықтан осы видеода мен тұрмысқа шықтым. Сондықтан сол себепті Алматы қаласына да көштім, сол себепті де университетімді ауыстырдым. Мен қазір 4-ші курста, сол мамандығым стоматология мамандығы. Университет өзіме ұнайды. Естеріңізде мен деген мектеп ауыстыра бердім дедім ғой. 5 мектеп ауыстырдым деп мектеп кезінде оқығанда. Қазір болса енді университеттермен негізі менде әлі күнге дейін адаптация әлі жүріп жатыр. Себебі бірден осы қалаға келіп мен деп прям ондай күшті тез адаптация жасайтын адам емес сияқтымын. Бірақ тіпті как бы бұл барлығына да тән қасиет немесе құбылыс деймі. Сондықтан меніңше бұл онда тұрған ештеңе жоқ. Барлық затқа, климатқа да үйренуім керек болады. Организміңіз, сіздер тек қана ментально емес, но и физиологиялық тұрғыда да, и физически, и ментально дейді ғой. Сонымен бүкіл жағдайға адаптация жүреді. Егер де қандай сұрақтарыңыз бар, қандай видео көргілеріңіз келеді, енді мен барлығына ашықпын. Енді осыдан соң видеоларымды көбейтіп, видео түсіре бергім келеді. Қазір біраз менің сабақтарыммен де, онымен қоса бұрында машиналар нететін, қазір иттің үргенін естіп жатсыздар ма? Сіздермен қандай тақырыпқа видео, қандай тематикада барлығын ойластырдым. Негізінен былай қарасам, мен сіздерге университет жайлы да, онымен қоса семейная жизнь дейміз ғой, жаңадан келген келіндік өмірім, қалай болды, келін, оған қалай дайындалу керек, психологиялық тұрғыда да, және де өзің негізі қыздың заттары, не алу керек, неге дайын болу керек, соның барлығы туралы өзіме көп зат түсіндім. Көп зат білдім. Көптеген менің құрбыларымнан, туған туысқандарымнан, жақындарымнан өздері маған кеңес айтты. Солармен сіздерге солармен де ойлап жатырмын. Мүмкін қажет болса бөлісе алармын. Той жағдайы ол бөлек әлем, ол бөлек видео, көп қызық болды. Онда да айта білсең, ол әлі күнге дейін күлкім келеді. Қандай қызықты жағдайлар, форс-мажорлар болғандарын. Және де тағы солай сияқты. Сондықтан мен сіздерді өте қатты сағындым. Кейбірлеріңіз маған жазған болатынсыздар, Айжан қашан жаңа видео деп. Сондықтан мен қайтып келдім. Енді менің локациям өзгерді. Мен енді осындай білмеймін, сіздерге менің жаңадан фоным қалай, сіздерге ұнай ма? Өз басым маған ұнап тұр. Жақсы көрінетін сияқты, және де дневной светпен.
Сондықтан сіздерді өзімнің арнамда асыға күтемін. Жаңадан Айжан оралды, көптеген тематикамен, көптеген идеямен. Сондықтан мен сіздерді қатты жақсы көремін. Жақсы күндерде көрісейік, достар.